Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын хит рулеттердің бірі сырный рулет жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз керек заттарымызды дайындап аламыз. Мен барлығын видеоның астына, яғни описаниеге жазып қоятын боламын. Алдымен үкіштен 250 грамм сырымызды өткізіп аламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Орташа өткізетін жерімен өткізіп алыңыздар. Міне сырымыз дайын. 4 жұмыртқамызды алып 2-3 минут миксерлейміз. Көпіргенше миксерлейміз. Міне көпіріп дайын болды. Дайындап қойған сырымыздың үстіне құямыз. Және үстіне ас содасын саламыз. Немесе қопсытқыш қолдансаңыздар болады. Және үстіне куркума қосамыз. Бұл біздің рулетіміздің қою сарғыш түске боялуына көмек береді. Орнына краситель қолдансаңыздар болады. Маған куркума қосқан ұнайды. Біркелкі етіп араластырып, табамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Және 180 градус пеште 6-7 минут пісіріп аламыз. Ішіне салатын начинкамызды дайындаймыз. Мен фарш қолдандым. Фаршқа үкіштен өткізіп пияз қостым, және жұмыртқа, қара бұрыш, тұз қосамыз, және үкіштен өткізіп бір чеснок қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз, және дайын болған сырымызды алып, пергамент қағазынан босатамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, және үстіне салмамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Міне салмамызды жайып алдық. Енді рулетімізді көлденең жағынан орайтын боламыз. Өйткені рулетіміз ұзын, әдемі болып көрінеді. Рулетімізді алып фольгаға орайтын боламыз. Бұл міндетті түрде. Және де начинкамыз сыртқа шығып кетпеу үшін видеода көрсетілгендей етіп, жан жағын буып қоямыз. Және 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз дайын. Мен сіздерге ыстық күйінде көрсетіп жатырмын. Негізінде кесетін болсаңыздар, рулетімізді жарты сағаттай суытып алғанымыз дұрыс. Кесіп алған рулеттерімізді тарелкаға салатын лист төсеп, біртіндеп, әдемілеп қойып шығамыз. Міне достар, рулетіміз дайын. Менің жақындарыма қатты ұнады. Қайта жасап беруімді сұрады. Сіздерге де кеңес етемін. Менің рецептіме жасап көріңіздер. Және де маған пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыздың астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.